Сұрақтарыңызға сәлем, құрметті достар. Сіздермен бірге Қуанышты медицина каналы, оның жүргізушісі мен дәрігер Қуанышбек. Бүгінгі видеода мен сіздерге жалпы дұрыс тамақтану негіздерін айтып бергім келіп тұр. Жалпы диета ұстау дегеніміз не? Қалай диета ұстауымыз керек? Диета ұстауда маңыздылығы не? Біз осы видеоны талдайтын боламыз. Видеоны бастамастан бұрын каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Диета деген нәрсе бұл бізге тек қана қажет болған кезде ұстаймыз. Адам дені сау болған кезде диета ұстамайды. Дені сау адам барлық нәрсені жеуіне болады. Майлында, еттінде, тұзды тамақты жеуімізге болады. Бірақ достар, бұл жерде маңыздысы шамадан тыс жеуіп кетпеуіміз керек. Егер біз тәтті өнімді шамадан тыс жеп жіберсек, бізді ол диабетке алып баруы мүмкін. Тұзды өнімді шамадан тыс тұтынсақ, ол бізді гипертония, давлениеге алып баруы мүмкін. Суды аз ішсек, біздің ішіміз жүрмей қалуы мүмкін деген сияқты ғой. Бұл кезде достар, бізде сауаттылық керек. Яғни ұлтымызға, тұрып жатқан елді мекенімізге қарауымыз керек. Яғни қазақтар кім? Бұл бізде көшпелі халық. Ата-бабамыз ет жеген, сүт өнімдерін жеген. Біз вряд ли краптарды, неше түрлі шөп-шалаңдарды жегенбіз. Бірақ ол жаман деген сөз емес. Біздің ата-бабаларымыз осы ет, сүт өнімдерін жеген болса, біз де олардың ұрпақтары сол тамақты тұтынсақ ештеңе етпейді. Индиядағы адамға 5 бармақты берсек, қайнатып 50 градус ыстығында, немесе Астананың -40 градус суығында 1 штук бананды берсек, қандай сезім болады? Өте жаман сезім болады. Сол себепті достар, тамақ жеген кезде біз тоймай жеуіміз керек. Өте бір менің өзімнің профессор ұстазым айтқан болатын, егер сен тамақты жеген кезде кішкене тоймаған сияқты сезім болса, онда сен тойдың. Тамақты жеген кезде тойған сезім болса, онда сен переел дейді, артық жеп қойдың. Егер сен тамақты жегеннен кейін қатты тойып кетсең, онда сен тамақтан уланып жатырсың деген сөз. Гиппократта айтқаны бар да достар, дәрінің кез келген зат нормада болса бұл жақсы әсер етеді. Егер шамадан тыс беріп жіберсек, ол у болады деп. Тамақта бізге у болуы мүмкін, егер біз шамадан тыс жей берсек. Мысалы қараңыздар, таңғы сағат 8-де тамақ жедіңіздер, келесі тамақ 1-де болу керек. 1-де жедіңіздер, келесі тамақ 6-да болу керек. 6-да жедіңіздер, кешкі сағат 9-да, 10-да перекус жасауларыңызға болады. Оның арасында достар, обедте шай ішіп алдыңыздар, 2:30-да қайтадан тамақ жейін деген болмайды. Әр тамақ жеудің арасында кемінде 4 сағаттық перерыв болу керек. Сол себепті сіздер осындай білімдеріңіз болса, керемет, ертең денсаулықтарыңыз мықты болады. Ас адамның арқауы дейді. Ас адамның арқауы. Яғни біз тамақ арқылы өмір сүреміз. Тамақ бізге күнде түсіп тұр. Сол себепті тамақты дұрыс түсінуіміз керек. Макаронға тойып алсақ, біз көмір суға тойып алдық деген сөз. Ертең қарнымыз шығып кетеді. Себебі ол макарон деген сияқты ғой достар. Сол себепті диета ұстаймын, анау-мынау дей бермеңіздер. Деніңіз сау болса, жақсы тамақтаныңыздар, өздеріңіз білесіздер ғой, не жеу керек екенін. Арақ ішпеңіздер, темекі шекпеңіздер, сол кезде барлығы жақсы болады. Назарларыңызға көп рахмет.